Сіздермен менің тұрақты көрермендерім. Менің арнама енді ғана қосылып жатсаңыздар, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Қазақ қызын қолдаңыздар, қазақ каналын қолдаңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Құрметті көрермендер, біз анау Советский Союздағы қызыл майонезден жасайтын, розовый майонезден жасайтын салатымды бүгін мен міне тарелкаға салафан қойып, осы бірінші жұмыртқасынан бастайын деп жатырмын. Мінекейлеріңіз, кішкентайынан жасайын мынаны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әдемілеп свекламызды жөндеп алдық. Тошкадан кейін кішкене тұз сеуіп қояйын. Сарымсақ қосқанды өте жақсы көреміз, сондықтан бір кішкене. Қазір үйде 3 кісі ғанамыз, сондықтан енді өстіп үйде бар заттарды дәмдеп бір тамақ істей қойған жөн көріп жатырмыз. Болды. Мен балығын салдым. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Енді дегенде бычытып кеткен емес, салат көрейгенді бісміллә деп. Охо! Хе-хе! Мынан қара! Йозовый майонез! Йозовый майонез! Міне өстіп, ыдыстың жан-жағын бәрін йозовый майонез қылмай, өстіп жасасаңыздар тап-таза әдемі болады екен. Лайфхак сіздерге майонезін көбірек салып, қазір түскі асқа дайындап жатырмын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна, пайдалы кеңестер аккаунтының авторы. Қазақ қыздарын қолдап жіберіңіздер, комментарий жазыңыздар, лүпіл басыңыздар, қуанып қаламыз, жақсы сөз жарымырыз. Жалпы сіздердің маған жазып бір ауыз тілектеріңіздің өзі мен үшін үлкен мәртебе, сондықтан қолдап кетіңіздер. Әр қазағым жалғызым. Расымен де таза күшті болып шықты. Мінекейлеріңіз, мен енді анары пищевой пленка емес, жай салафанды да сала салдым. Сондықтан міне соның өзі қандай күшті болып шығады екен. Мінекейлеріңіз.